Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздер қазақ тіл сабағынан 13-ші сабақпен танысамыз. Яғни сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Біз осыған дейінгі өткен білімдерімізді қайталау сабағы. Ол үшін біздер оқулығымыздағы 30-ші және 31-ші беттермен жұмыс жасаймыз. Көріп отырсыңыздар. 13-ші қоңырауша. Бірінші жаттығудан бастайық. Бірінші жаттығуда біздерге мәтін берілген екен. Мен оқиын, мұқият тыңдаңыздар. Көне түркі тілінде чаран мән береміз. Чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдан да асып түседі. Ендеше, осы оқыған мәтінімізге байланысты бірнеше тапсырмалар орындайық. Бірінші сұрақ: мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? 3 түрлі нұсқа берілген: Іле өзені, Ақсу өзені, Шарын өзені. Өздеріңіз де байқаған боларсыздар, Шарын өзені туралы. Келесі: ол қайда орналасқан? Атырауда, немесе Алматы облысында, немесе Қызылордада? Әрине, Алматы облысында орналасқан. Келесі тапсырма: мәтінде қарамен жазылған сөздер берілген. Сол сөздердің жазылуы және оның айтылуы бөлек естіледі. Мысалы, түркі болып жазылғанымен айтылған кезде, құлаққа естілген кезде түркі болып естіледі. Келесі сөзді өзіміз жасап қарайық. Сөзі айтылған кезде сөзі болып естіледі. Келесі: қазіргі болып жазылғанмен қазіргі болып естіледі құлаққа. Бұрынғы естілген кезде бұрынғы. Ішіндегі дауысты дыбыстардың барлығы о дыбысы болып естіледі. Жарайсыздар. Енді біздер 3-ші жаттығу 31-ші бетпен жұмыс жасаймыз. 31-ші бетте бізге осы өзіміздің туған жеріміз, атамекеніміз Қазақстан туралы 4 сұрақ берілген екен. Бірінші сұрақ: Қазақстан халқының саны қанша? Екінші сұрақ: Қазақстанда неше облыс бар? Үшінші сұрақ: Қазақстан жер көлемі бойынша дүние жүзінде нешінші орында алады? Төртінші сұрақ: Қазақстанда қанша ұлт өкілдері тұрады? Мінекей осы 4 сұрақтың жауабын іздеп көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы неке? Бұл бірақ соңғы 2018 жылы халықтың дәл нақты санын шығарған екен. Сол есеппен бойынша алсақ, 18.321.606-ға тең екен. Яғни бұл көп таңбалы санға жатады, математикада өтіп атқан. Соның ішінде ерлердің саны 8.873.803-ге тең болса, әйелдердің саны 9.447.803-ге тең екен. Жарайсыздар. Енді келесі сұрақ: Қазақстанда неше облыс бар? Қазақстанда барлығы 14 облыс бар. Картадан мұқият қарап алсаңыздар болады. Келесі: Қазақстан жер аумағынан нешінші орында алады? Мінекей жер шарының кішірейтіліп берген глобус тәрізді нұсқасы және Қазақстан жасылмен беріліп тұр. Қазақстан әлем бойынша балалар 9-ші орында иеленеді екен. Келесі: ал Қазақстанда 150-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Әр түрлі ұлт өкілдері, өзбек, қазақ, орыс деп санағандардың барлығы басқа ұлт өкілдерінің 150 түрі біздің елімізде өмір сүреді екен. Ары қарай балалар, сіздерге өздеріңіз сынып жұмысы ретінде оқулығымыздағы 31-ші беттегі 2-ші жаттығуды орындауға беремін. Сәттілік сіздерге.